Ұят деген нәрсе екі түрлі болады ғалымдарымыздың айтуы бойынша. Біреуі Алла тағала адамның жаратылысына сыйға тартқан нәрсесі. Адамның жаратылысында болады. Бар ондай нәрсе. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы мағынаны білдіретін андай бір хадисі бар. Ұят тек қана жақсылықты алып келеді деген. Ұят тек хайырды, тек ізгілікті, игілікті, жақсылықты әкеледі деген бір хадисі бар. Яғни ұят болған жерде не болады? Игілік болады, жақсылық болады, хайыр болады. Себебі ұят адамды не істетпейді? Жаман, жағымсыз, арсыздық іс-әрекеттер жасатпайды. Керісінше, мінез құлықтың ең жақсысы жомарттық, батырлық деген сияқты нәрселерді жасауға не қылайды? Үгіттейді. Сол үшін Омар радиаллаху анху мынандай бір сөзі бар. Кім деген ұялса, ол құпия жасайды ісін. Кім деген құпия жасаса, ол Алладан қорқады уақыт өте келе. Кім деген Алладан қорқса, уақыт өте келе өзін тозақтан құтқарып қалады деген сөз бар. Омар радиаллаху анху. Біздің бір атақты жауынгер батыр болған ғалымдарымыздың бірі былай деп айтқан екен. Жаррах ибн Абдулла деген. Мен 40 жыл ұялғаннан күнәларды тастадым, тәрк еттім. Алладан ұялдым. Ұялып не істедім? Қой ұят болар деп күнәларды не істемедім? Жасағаным жоқ. Кейін маған тақуалық келді деген. Тақуалық содан кейін келді. Кейбіреулер басқа сөз айтқан. Не деген? Мен күнәнің жаман іс-әрекеттің жақсылыққа бастамайтындығын көрдім. Қор нәрсе екендігін көрдім. Көзім жетті соған. Сөйтіп тәрк еттім. Уақыт өте келе ол неге айналды? Дінге айналды. Діннің бір несіне пайда болды? Тақуалық жүрегіме орнады. Демек бұл Алла әрбір адам баласына беретін не? Жаратылысына беретін ұят деген нәрсе. Мысалы, кішкентай қыз бала отырып жатқан не істейді? Ешкім оған үйретпейді ғой. Қыз бала не істейді? Етегін тартып отырады. Кішкентай болса да. Ол бала жалаңаш отыра береді. Себеп неде жоқ? Мұнда жоқ, санада жоқ. Ұят болады деген нәрсе. Жүреді ғой жалаң бет балалар. Қыз бала жалаң бет өте сирек жүреді. Себебі ол одан бұрын ерте жетіледі. Ода ұят деген нәрсе одан бұрын пайда болады. Және ұят деген нәрсе басқа халықтарда да бар, мұсылман емес халықтарда да бар. Ұят деген түсінік. Сондықтан ол Алланың берген нәрсе сыйы. Мысалы. Екіншісі, ұяттың екіншісі ол немен болады? Кәсіп етумен болады. Кәсіп ету деп отқанымыз не? Алланы жақын танисыз, Алланың ұлылығын сезінесіз, Алланың сізге жақын екендігіне көзіңіз жетеді. Сол кезде сізде не пайда болады? Ұят пайда болады. Біріншісі, әуел Құдайдың өзі сыйға берген нәрсесі. Екіншісі, сіз өзіңіз еңбектеніп Алланы тану арқылы қол жеткізетін ұяттың түрі екен. Бұл не болып есептеледі? Ихсанның ең үлкен дәрежесі болып есептеледі. Біз анау хадистердің басында өткен болатынбыз. Ихсан деген не? Алланы көріп тұрғандай құлшылық қылуың, ол сені көрмесе де, сен оны көрмесең де, ол сені көріп тұр деген пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның айтқан хадисі бар. Яғни құл не қылады? Алла менің әрбір істеген ісімді біледі, көріп тұр. Алла менің әрбір айтқан сөзімді естіп тұр. Алла тағала менің бүйтіп ұрланып қарағанымды көріп тұр. Аят бар. Алла тағала көздердің ұрлығын біледі деп. Абдулла ибн Аббас айтқан, бір сұлу әйел өтіп бара жатқанда ұрланып қараған адам деп айтқан, тәпсірінде айтқанда. Ұрланып қараған адамның сол қараған не қылады? Біледі. Алла одан да зорын біледі. Алла адамның ішкі жан дүниесіне не жасырып жатқандығын не қылады? Оны да біледі. Құл бұны түсінсе не істейді? Артық іс-әрекет жасамайды. Себебі не пайда болады? Оның бойында иман пайда болады. Демек, ұяттың екі түрі бар екен. Құдай әуел бастан жаратылысыңызға сыйға тартқан нәрсесі. Екіншісі, өзіңіз еңбектеніп, оқып, біліп, қол жеткізген нәрсеңіз. Ол не деп атады? Біреуі өзіңізде бар, екіншісі кәсіп еткесіз. Кәсіп дейді. Кәсіп деген не? Өзіңіз істеп тауып алған ұятыңыз.